Бүгінгі әңгіме қыздар өзіміздің арамыздағы әңгіме. Короче, между нами девочками болайын деп тұр ғой. Мен сіздерге бір история айтып берейін деп отырмын. Бұл история қалай? Короче, мен бір таныс қыз туралы, сол туралы айтып берейін деп отырмын. Может, бұл сіздерге сабақ болады, мотивация болады. Көріңіздер ме, мынаны күшті көк свет жағып, өсек студия жасап қойдым. Ой, күлкім пришла. Короче, жаңағы таныс қыз туралы айтып берейін. Сол қыз өзі жас қыз. Жас болғанда 30-ға толмаған. Содан бұл қыз үйленген, күйеуімен бірге тұрған. Содан баласы болған, 10 жыл тұрған ғой, бір баласы бар. И сонымен жаңағы күйеуі бұны 10 жылдан кейін тастап кеткен. Соны тастап кеткенде қалай? Оның алдында да сол неше түрлі әйелдермен жүрген. Бірақ енді ана қыз оны қатты жақсы көреді дағы, көзін жұмып қараған ғой, үндемей жүре берген. Содан 10 жылдан кейін анау тастағанда кетіп қалған. Ол кеткенде қайда кеткен? Бір өзінен үлкен бір әйелге, ақшасы бар әйелге кетіп қалған. Содан еще ұялмай ана қызды, короче, айтады екен, сен маған мотивация бермедің, сен маған жаңағы типа тіреу болмадың, содан мен байымадым, содан мен осылай қайыршы болып қалдым деп, короче, ана әйелге өзі қатын болып тиіп кеткен ғой. Ұялмай, сонда ана өзі еркек, например, өзі еркек басымен жаңағы семьясын асырау менің міндетім деп ол ойламаған. Ол наоборот ана қызды сенің кесіріңнен осылай мен сөйтіп алға жүрмедім, алға жаңағыдай ақша таппадым, сен жұмыс жасамадың, үйде отырдың деген ғой. Сондай да еркектер болады. Сонымен бұл қызды тастап ана жаңағы ақшасы бар әйелге кетіп қалды, өзінен бір 5 жас па, сондай үлкен ғой деймін. Ана әйел типа ақшасы бар екен, бұның жаңағы жігіт типа сен балаңды біз киіндіреміз, жаңағы типа сенің балаңды да асыраймын, мен сені, еркекке айтқанда, мен сені қабылдасам, мен сенің балаңды да қабылдаймын деген ғой. Сонымен қайдағы біреудің баласын біреу жақсы көрсін бе, кімнің баласын кім жақсы көреді, оттаған әңгіме ғой ол қатындікі. Содан сөйтіп, еще жаңағы ана жігіттің әке-шешесі бар емес пе, соларға да жағымсып подарка беріп, ақша беріп сөйткен. Сөйтсе ана әке-шешесі де қызық қой. Жаңа подарка беріп, ақша берсе, жаңа қайта-қайта ақша салып тұрады екен кәсіпкерлеріне. 50 мың, 100 мың, сөйтіп соған алар әке-шешесі де шелек болып жаңағы қыздан, жаңағы ана күйеуі тастап кеткен қыздың айтамын да. Содан айни бастап алдында араласып жүрген, енді өйткені жаңағы кішкентай баланы жаңағы қыздың баласын айтып тұрмын. Соны апасы мен атасы асыраған, жаңағы күйеуінің әке-шешесі асыраған. Ал ана қыз енді жаңағы жұмыс жасаған, солай жүрген ғой. Типа осылай бір бай емес, әйтеуір бір жұмыс жасап, ақшасын тауып, баласын киіндіріп деген сияқты тамақтап қалған ғой. Сонымен сөйтіп ана жігіт кетіп қалған, ана қыз қалып қалған. Сонымен бұл қыз баланы өзіне алғысы келді. Сөйтіп жүріп әйтеу, бәрі енді біз ақыл айтамыз ғой, давай алиментке бер, ана күйеуіңді. Содан кейін алиментті бөліп алсын, өзің енді күніңді көріп отыра бересің деп. Сөйтсе ол қыз ана еркекті сондай жақсы көреді, даже алиментке бермеді.
Потому что ана еркек бұны алдаған ғой, мен саған жаңағы үй алғанға, типа енді құрып кеткенде басында үй болу керек қой ананың баласы екеуінің. Сөйтсе, мен саған сөйтіп ана первоначалкаға 2 миллион тауып берем деп ана отбасы банкпен. Соған бұл сеніп жүрген. Сонымен ана 2 миллион да жоқ, түкте де жоқ, ақша да жоқ. Даже ана өзінің туған баласын киіндіріп, типа қыдыртам деп Алматыға баласы кеткен. Сөйтсе барғанда ана қыдыртқан дымы да жоқ, бір андай балалар ойнайтын бір жақсы жерлерге апармаған. Қайда ғана бір торговый дом қалып барған. Сөйттен бір өзінше бір арзан бірдеме киімдер әперген, бір шорты-морты, бір керемет киімде емес. Сосын кейін ноутбук алып бердік деп, бұлай ноутбук алып бердік деп айтқан ғой. Сөйтсе ноутбук тұрмақ сайтында жоқ. Жаңағы самый бір дешевый ноутбук алып беріпті. Одан соны ноутбук одан кейін бір 2 айдан кейін бұзылды да қалды ағы ноутбугі. Сөйтіп ана қыз сөйтіп енді жалғыз қалды ғой. Содан өзі былай жұмыс жасап жүрді. Кішкене жұмыс жасап, сөйтіп жүрген кез бұл еще тикток жүргізді ана қызшы. Тиктогын жүргізіп жүрген кезде сол тиктокта бір жігітпен танысады ғой, прикиньте. Сөйтсе ана жігіт сөйтіп анда-мында жаза бастап, жазып жүрген. Соны екеуі сөйлескен. Сөйтіп жүріп, қыздың туған күні болған, өзі бір ана қыз жуас қыз жаңағы күйеуі тастап кеткен. Соның қыздың туған күні болады. Сол туған күні болған кезде біз де құттықтап сөйткенбіз сол кезде. Сөйтсе ана жігіт бар ғой, оған бар ғой, таксиден дәу гүл салып жүрген. Сосын кейін өзінше типа кафеге отырғызғанын деген сияқты 20 000 теңге салып жүріпті. Содан бұл қыз өзі шош кетті, ондайды өмірі көрмеген, оған күйеуінен басқа ешкімді көрмеген ғой ол. Соны шошып, ойбай, мынаны мен не істеймін, маған сөйтіп таксиден беріп жіберіпті деп. Ойбай, беріп жүрсе ал дедік. Өз беріпті ғой енді деп. Содан кейін сол гүлмен несін алып, сонымен әлгі жігітпен сөйлесіп жүрген. Соны ана жігіт одан кейін бір күні оны іздеп келді. Содан келіп екеуі кездесіп, жерге барып отырып, тамақ ішіп, сөйтіп не етіпті. Сонда енді бір жез көріп тұрады, тиктокпен ғана көріп сөйлесіп жүрген ғой. Даже несін телефонын ғана беріп, сол телефонмен ғана сөйлесіп жүрген екеуі. Соны көруге келіпті, ана қыздық, ой, сен в жизни вообще басқада екесің, мен сені бір жұлынған, сондай қыз ба деп, шустрый қыз ба деп ойласам, сен сондай жуас қыз екесің деп ана қызға ғашық болып. Сонымен сол қызға үйленді. Соны ана баласына да мен сенің баланы жаңағы өз баламдай қараймын деп. Оказывается, ана жігіт тоже, тиктокта танысқан жігіт тоже өзі ажырасып кеткен екен, әйелі кетіп қалған екен. Содан бұл жігіт өзі баласын қарап жүрген екен алдында. Әйел баласын тастап басқа жігітпен кетіп қалған екен. Содан әлгі жігіт оны ана әйелді алмаған. Содан қайтадан қайтып кеп, жаңағы баласын, күйеуінен баласын алып кеткен. Содан ана жігіт жаңағы жалғыз қалған ғой, шешесімен тұрады екен. Сөйтіп екеуі үйленіп кетті. Ана жігіт еще сондай табыскер жігіт екен, өзі еще мұғалім болып істейді екен, еще жаңағы тағы да бір жұмыстары бар екен өзінің. Сөйтіп жаңағы қыз бағын тауып кетті. Соны енді бұны айтайын деп отырғаным, жаңағыдей, например, сөйтіп шыдап, ана күйеуіне маңқиып, ол жүріп жүрсе маңқиып, сүмірейіп, соның кешке дейін тосып жүрмей, жаңағыдей өзің басқа біреуді тауып жүре беру керек. Ал жаңағы қызды айтам да, не было бы счастье, если не счастье помогло деп. Жаңағы наоборот, оны тастап кеткен жақсы болды да, жігіттің өзінің күйеуінің тастап кеткен жақсы болды.
Сонда әлгі гүл беріп жүрген кезде, таксимен ана жігіт гүл беріп жүрген кезде айтады ғой, өмірі 10 жыл бойы сол байымнан бір тал гүл алып көрмеппін дейді. Еще даже туған күнімен де өмірі құттықтамаған екен өзінің туған күйеуі. Ал анандай жігіт кездесті, прикиньте. Сондықтан шыдап ол ана күйеуің қыдырып жүрсе, или ұрып соғып жүрсе, или арақ ішіп жүрсе, мыжыңдап, ойбай бала үшін өйте демей сөйтіп кетіп қалу керек. Көрдіңіз бе не? Бағы да ашылып, үйленіп кетті сөйтіп. Вот соны айтайын дегенім ғой.